Сәт тобы Петропавлда өзінің жеке екінші ән кешін берді. Көрермен көзайымын айналып үлгерген жігіттердің ардагерлер маршы деп аталған жаңа концерті жаңашылдықтарға толы болды. Айталық, бұрындары тыңдармандарын мұңды әндермен ойға шомдырып жүрген жас жігіттер бұл жолы концерт басталысымен халықты билетіп, жеңіл әзіл қалжыңдармен көңілдерін көтеріп отырды. Толығырақ тілшіміз Самат Сапаралы тарқатады. 2006 жылы құрылған Сәт тобы 2008 жылдан бастап үлкен сахнаға жол тартып, осымен екінші рет еліміз бойынша гастрольдік сапарға шығып отыр. Тек қана облыс орталықтарын ғана емес, шалғайдағы ауыл тұрғындарын да қуанышқа бөлеп жүрген олар, биыл әкелген жаңалықтарымыз көп дейді. Ұлы жеңістің 70 жылдығына арналған кереметтей ардагерлер маршы атты ән кешімізді береміз. Бірақ біздің бұл ән кешіміздегі ерекшеліктер өте көп. Біз тек қана бір стильмен емес, өзіміздің 8 қырлы бір сырлы жігіттер екенімізді, жан-жақты өнерімізді халқымызға паш етеміз. 19 жасқа енді толатын топ мүшесі Азат Әбілдаевтың ән айтумен қатар ақындықта, сазгерлікте қасиеті бар. Репертуарындағы бірнеше әндердің авторы әрі орындаушысы. Былтырғы концерт пен биылғы концерттің арасы жер мен көк дейді. Әрине, бұна бұрынғы халқымызды мұңды әндермен мұң айтып келсек, қазір жаңағы халқымыздың керісінше көңіл күйін көтеріп, жаңағы жақсы керемет әсер алып, жақсы демалып кететініне мен сенімдім. Концерт барысында жігіттер көрермендерге топ жайлы сауалдар қойып, дұрыс жауап бергендерге естелікке жаңа альбомдарын табыс етті. Сонымен қатар әзіл қалжыңдарымен де кешке жиналғандардың жүзіне күлкі ұялатты. Талантты жастардың өнері қызылжарлықтардың көңілінен шықты. Шынымен ұнады. Екеуі сөйлеген сөздері де қазақстанның әндері де, өлеңдері де жаңа айтып болдым, аққан жұлдыз өте ұнады. Қазір қарап атқанда кім бір күн марқұм болған жерде қарап атсақ өзі көзіңе жас келеді. Мағыналы, сондай ұнамды сөздер біле. Анадай емес. Сөздер басы маңызы бар, бәрі ұнайды. Қазақ елі, биле, қош махаббат, сезім және де тағы да басқа әндеріне тәнті болған солтүстік қазақстандықтар әншілерден қошеметін аямады, ал жастар жағы билеп те жүр. Көңілді кеш соңында тыңдармандар Сәт тобын алдағы уақытта тағы да жаңа әндермен күтетінін жеткізді. Самат Сапаралы, Азамат Жантурин, ақпарат.